Барлықтарына сәлем, бұл Мәншік, бұл менің қазақша YouTube каналым. Бүгінгі тақырып біздің тілектеріміз, және ол тілектің орындалуы бізге үлкен өмірлік мотивация береді, энергия береді, сол туралы. Өзімнің жеке мысалым, мен жақында әйгілі Димаш Құдайбергеннің концертіне кеше бардым, және оны өз көзіммен көріп, оның қолын алып, және менің телефонымды алып фотоға түсіргені мен үшін үлкен менің арманым орындалғандай өзімді сезіндім. Бұған дейін мен Қазақстанда қанша рет Димаштың концертіне барам деп өзіме сөз бердім, бірақ бара алған жоқпын. Ең соңында Малайзия жерінде Димаштың концертіне бара алдым. Бұл мен үлкен тілегімнің орындалғаны, мен өте бақытты жанмын. Димаш Құдайбергенге көп рахмет, Малайзияға келіп осындай керемет концерт жасап кеткеніне. Бұл жерде мен сіздерге негізінен өзіміздің тілек армандарымызды ертеңге қалдырмайық. Яғни біз алдымызға қойған бір тілектеріміз, кішкентай тілектеріміз болсын, бір концертке бару, киімді алу, өзіңізге бір гүл сатып алу деген сияқты кішкентай тілектерімізді орындайық. Оған ақшаны аямаңыз. Өйткені сол тілек арқылы сіздің өмірге деген бір көзқарасыңыз өзгеру мүмкін. Сіздің көңіл күйіңіз өзгереді. Сіздің келесі мақсатқа орындауға энергия пайда болады. Сондықтан әр уақытта егер де сізде бір кішкентай тілегіңіз, арманыңыз болса, оны орындауға тырысыңыз. Тырысуға бір іс-әрекет жасаңыз. Жоқ, маған бұл болмайды деп өз-өзіңізге айтпаңыз. Өйткені егер де біздің тілектеріміз, тіпті кішкентай тілектеріміз орындалмайтын болса, онда біздің басымыз үлкен алдымызға қойған мақсатқа апармайды бізді. Өйткені ол түсінбейді не үшін ол үлкен мақсатқа бару керек, егер де мен дәл қазір өмірімде мен кішкентай тілектерімді орындай алмасам. Сондықтан да сіздерге тілеймін, сіздердің кішкентай тілектеріңіз болса, сол тілектеріңіз орындалсын. Оның әсері үлкен болады. Маған астына комментарияға қалдырыңыз, егер сіздің кішкентай бір тілегіңіз орындалуының арқасында сізде өміріңізде жаңа, ағылшынша айтқандай, чаптер басталды, жаңа бір бөлім басталды, бір идея пайда болды, инсайт келді сізге. Сол бір кішкентай тілек сіздің өміріңізді 90 градусқа өзгертуі мүмкін. Сондықтан өз-өзіңізден ақшаны аямаңыз. Егер сіздерге менің жеке консультациям керек болса, мен әрқашанда сіздерге көмектесуге дайынмын. Сондықтан менімен Instagram арқылы комментария қалдырып, әлде болса почтама хат жазып, консультацияға жазыла аласыздар. Менің консультациямды алып, өзіне пайдасын тапқан адамдар бар. Солардың кейбіреулерінің қалдырып кеткен сөздерін экранға көрсетемін қазір. Сіздерге көп рахмет. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, және өз достарыңызға, туысқандарыңызға таратып, менің видеом, яғни осы видеом сіздерге өзінің бір жақсы пайдасына келсін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыз.